Қалайсыздар? Бүгінгі видеода Королевский маркетинг курсы жайлы толығымен түсінік қалыптастырасыздар, және де неге басқа маркетологтарға қарағанда көбірек табыс таба алатындарыңызды түсінетін боласыздар. Ол болса кеттік. Королевский маркетинг курсында сізге таргетинг, одан кейін копирайтинг, одан кейін чат-бот жасауды үйретеді. Алайда сіздер таргетингті, копирайтингті, чат-ботты тек қана жасап қоймай, оларды бір-бірімен байланыстыру арқылы система құрастыруды үйренесіздер. Және де осының арқасында сіздер басқа маркетологтарға қарағанда жоғары табыс немесе жоғары жалақы немесе жоғары өзіңіздің услугаңыз үшін көбірек ақша алуыңызға болады. Неге? Себебі қараңыз, сіз маркетолог ретінде клиенттің ең бірінші таргетингті сіздің рекламаңызды көрген уақыттан бастап өзіңіздің таргетингте қандай да бір өзіңіз уәде берген лид магнитті, яғни тегін ақпаратты алып, және де ол ақпаратты автоматты түрде ол адамнан одан кейінгі ақпараттарды сұрауды, яғни алғашқы автоматтандыру, автоворонкаға дейінгі автоматтандыруды үйренетін боласыздар. Енді қараңыз, сіз қарапайым таргетолог да емессіз, қарапайым копирайтер да емессіз, сіз қарапайым чат-бот жасаушы да емессіз. Неге қарапайым деген сөз қосып тұрмын? Себебі қараңыздар, таргетологта, копирайтерде, чат-ботта олар тек қана өзіндік саласының көлемінде қана ойланады, яғни өзінің саласында қандай да бір клиент әкелу жолдарын қарастырады. Ал сіз маркетолог ретінде, яғни автоматтандыра алатын маркетолог ретінде барлық осы системаны құрастыру, осы системаларды, яғни әртүрлі құралдар бар, бұл сайт бар, алдағы уақытта автоворонка бар, алдағы уақытта SMM, яғни Instagram саласы бар. Осылардың барлығын бір-бірімен байланыстыру арқылы ең біріншіден автоматтандыруға, екіншіден көбірек клиент әкелуге жұмыс жасайтын боласыздар. Ал бизнестің негізгі қажеттілігі де дәл сол. Яғни кез келген бизнесменнен сұрасаңыз, ешқандай бизнесменге, егер де сіз клиент әкеле алам, нақты клиенттерді әкелудің жолдарын білем, басқа маркетологтарға қарағанда кез келген клиенттің бағасын төмендетсем, ал клиент санын жоғарылатам десеңіз, ол бизнесмендер сізге бірден өзінің саласында сол сіз жасайтын системаны жасауыңызды сұрайтын болады. Яғни қараңыз, сіздің негізгі жұмысыңыз бұл автоматтандыра алатын интернет-маркетолог болу. Ал интернет-маркетологтың негізгі мақсаты бұл клиент санын көбейту және де клиенттің бағасын әрқашан төмендетіп отыру болып табылады. Енді сіз қалай клиент санын көбейте аласыз? Біріншіден, таргетингке жіберетін бағаны төмендете аласыз. Екіншіден, клиенттерді кішкене жылы ұстау уақытын үйрене алатын боласыз. Яғни, таргетингке сіздер қандай да бір ақпаратты лид магнитті жібергеннен кейін, ол адамдар сіздерден мынандай оқиғалар болған шығар. Біріншіден, таргетингке жіберген ақшаңызды есіңізге түсіріңіз. Екіншіден, қанша клиент сол таргеттен кейін заявка, яғни лид ретінде түсіп, бірақ алмаймын деп айтты. Қараңыздаршы, сіздер таргетке жіберген уақытта дәл керекті адамға өзіңіздің рекламаңызды жібергеннен кейін, ол адамдар сізге қызықты, алайда бірнеше уақыт өткеткеннен кейін ол адамдар уже сіз туралы немесе есінде де жоқ, немесе сізден басқа конкуренттермен жұмыс жасап кетті, яғни сізден алмаймын деп айтты. Енді осы кезде сіз кез келген клиент кірген уақытта бірден сол клиентпен жұмыс жасайтын боласыз. Яғни қалай? Сіз өзіңіз бұдан кейін кез келген клиентке өзіңіз чат-ботыңыз арқылы клиент кірген уақытта, яғни чат-ботқа подписка жасаған уақытта сіз таргетингте өзіңіздің уәде берген ақпаратыңызды алам деп басқан уақытта бірден 1 секунд немесе жарты секундтан кейін ол адаммен амандасып, яғни бірден ол адамның ешқандай да вниманиясын жоғалтпай, ол адамға керекті ақпараттарды бере аласыз. Және де жобалы уақыт өткеннен кейін, яғни примерно уақыт өткеннен кейін ол адамнан кері байланыс сұрай алатын боласыз. Осы жерде нені байқайсыз? Біріншіден, ешқандай да маркетологтар, көпшілік маркетологтар таргетингті, чат-ботты және де копирайтингті бір сала ретінде, яғни барлығын бір-бірімен байланыстырып жұмыс жасай алмайды. Яғни таргетке қандай текст жазу керек екендігін бөлек маркетолог білетін, таргетті қалай жіберу керек екенін мүлде басқа маркетологпен жұмыс жасау керек болатын, ал чат-бот жасау үшін басқа бір маркетологпен жұмыс жасау керек болатын. Ал сіздер үшеуін де жасайтын болғандықтарыңыздан
біріншіден бизнесменнің энергиясын, екіншіден ол адамның ақшасын, яғни услуга ретінде жіберіп жатқан ақшасын, үшіншіден ол адамның уақытын үнемдей аласыз. Яғни бизнесменге бірінші пайдалар кетті. Екіншіден өте маңызды пайда, бұл бизнесменге сіз клиенттер санын көбейте аласыз. Яғни жаңағы айтқан системаның арқасында сіздер бизнесменнің жіберіп жатқан таргетке жіберіп жатқан бюджетін азайта аласыз. Себебі клиенттер көбі жылы, яғни клиенттер сіздің берген ақпараттарыңыздан өзінде керекті ақпарат ала алатын болса, яғни PDF чек-листтен оны сабақтарда көретін боласыз, онда сіздің клиенттеріңіз сіз жайлы жақсы ой қалыптастырады және де сізден ары қарайғы әртүрлі қарым-қатынасты күтетін болады. Ал ол үшін сіздер жай ғана ол адамның номері автоматты түрде SB-ға түсетін болады. SB-дан сіздер ол адаммен сөйлесетін боласыздар. Яғни PDF чек-листті алдыңыздар, ары қарай біз сіздермен Trifire немесе алғашқы тегін қандай да бір ақпаратпен бөліссек, сіз осыған дайынсыз ба деген сияқты, немесе өздеріңіздің арнайы скрипттеріңізді жасауларыңызға болады. Яғни бұл курста сіз қалай жұмыс жасайтыныңызды толығымен түсіндіңіз деп ойлаймын. Ешқандай да қазіргі кезде маркетологтар бірнеше саланы бір уақытта алып жүріп, бір қандай да бір бизнеске өзіндік бір мықты, нақты нәтижелерін көрсете алмай жатыр. Ал егер де сіздер көрсететін болсаңыздар, дәл қазіргі кезде кез келген бизнесменге барып өзіңіздің кейстарыңызбен бөліссеңіздер, онда сіздерде бірден жұмысқа алады. Енді олай болатын болса, сіздер қазірден бастап сабақты бастаңыздар. Барлық сұрақтарыңыз бойынша сіздер Telegram группаға немесе бізде басқа не бар еді? Сіздер барлық сұрақтарыңыз бойынша Telegram группаға жаза аласыздар. Егер де сұрақтарыңыз оңай болатын болса, біз Telegram группада бірден жауап береміз. Ал егер де сұрақтарыңыз күрделі және де түсініксіз болатын болса, онда сіздің сұрақтарыңызға YouTube-тан прямой эфирден, яғни тікелей эфир арқылы жауап беретін боламыз. Сондықтан да кез келген сұрақты қоя беріңіздер, чаттарға жазып отырсаңыздар. Рахмет. Аяқтаймыз да. Мына жақта